Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 63-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы өнімділік. Бірінші тапсырма. Анасы қызымен бірге мәнті дайындап жатыр. Анасы 1 минутта 3 мәнті, ал қызы 2 мәнті түйді. Анасы мен қызы жеке-жеке 10 минут ішінде қанша мәнтеден түйеді? Олардың қайсысы жылдам жұмыс істейді? Анасының қызының қандай өнімділікпен жұмыс істегенін айт. Яғни бұл жерде анасы жылдамырақ істеген. Яғни анасы 10 минутта 30 мәнті, қызы 20 мәнті түйген. Демек, 20-дан 30 көп деген сөз. Анасы жылдам жұмыс істеді. Келесі. Құмсағат ал. 1 минут ішінде қанша мысал шығаратыныңды тексер. Мысал шығарудағы өзіңнің өнімділігіңді ата. Бұл жерде бізге бір сөз шығу керек есептің мәнінен. Бірінші есептің мәнінен 640 шығады. Екінші есептің мәнінен 400 шығады. Келесі 200 шығады. Келесі 240 шығады. 240, 320, 800, 880. Жауаптарды өсу ретімен орналастыр. Сол кезде бізге сөз шығады. Демек, формула деген сөз шығады екен. Формула. Яғни, біздің алдағы есептеріміздің барлығы формуламен шығатын есептер. Келесі. Амина аспаз болғысы келеді. Ол құймақ пісіре алады. Егер оның жұмыс өнімділігі уақытына 2 құймақ пісіретін болса 1 минутта, ол көрсетілген уақыт ішінде қанша құймақ пісіреді? Демек, біз аны табу үшін уақыт минутты т-ға көбейтеміз. В-ны т-ға көбейтеміз. Яғни, мына 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8, 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12, 7-ні 2-ге көбейтеміз. 14, 9, 2-ге көбейтеміз. 18. Келесі тапсырма. Тәжірибелі шебер. Яғни, біз бұл жерде белгісіз мәнді табуымыз керек. Біз т-ны табу үшін а-ны в-ға бөлеміз. 84-ті 14-ге бөлеміз. 6 сағат шығады. Енді а белгісіз мына жерде. Ол үшін в-ны т-ға көбейтеміз. 10-ды 4-ге көбейтеміз. 40 бөлшек шығады. Енді бізде в белгісіз. Ол үшін а-ны бөлеміз т-ға. 14-ті 2-ге бөлеміз. 7. Келесі тапсырма. Ғалымдар бір адамның тәуліктік тамақ құнарлығының мөлшері 2400 құнарлықты құрайды деп санайды. Егер тәуліктік мөлшердің таңғы ас 4-тен 1 бөлігін, ал кешкі аш 5-тен 1 бөлігін құрайтындығы белгілі болса, онда адамдар таңғы ас, түскі ас және кешкі асқа қанша құнарлық қабылдау қажет? Саған А тапсырмасын белгілі болғандай мөлшерден асырмай таңғы асқа пайдалы тағамдарды таңда. Яғни бізде есептей келе таңғы асқа 600 калория, кешкі асқа 480 калория, түскі асқа 1320 калория берілген екен. Яғни біздің кешкі асымыз ең азы, түскі асымыз ең көбі. Енді А тапсырмасында 600 калориялы тағамдарды таңдауымыз керек. Ол үшін бізге сары май, нан, шырын, кофе, сүзбе. Сол кезде 570 калориямыз шықты. Таңғы асқа осыларды қабылдап жеуіміз керек екен. Келесі. Шешу бойынша есеп құрастыр. Дәптерге кесте сыз. Оны толтыр. Тәтті нан. Бағасы 160 теңге. Саны 25. Яғни құны болады бізде 4000. Енді шырын 120 теңге. Саны 10 штук. 10-ды көбейтеміз 120-ға. Сол кезде 1200 шығады.
Енді осының құнын табу үшін 4000-ды қосамыз 1200-ге. Барлығы шығады 5200. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада өте түсінікті. Мынау кестені осылай сызып дәптерге мұқият жазып аламыз. Цехта карамель өндіретін 2 ақпалы механикаландырылған желі бар. Әр желінің өнімділігі 200 теңге айына, 200 тонна айына. Цех бір жылда қанша тонна карамель өндіреді? Ол үшін бір жылды көбейтеміз 200-ге. Бір жылда 12 ай бар деген сөз, 12 айды көбейтеміз 200-ге. Және оған 2-ні көбейтеміз. 2400. Яғни 2 ақпалы механикаландырылған. Бұл 2400-ді және 2-ге көбейтеміз 4800. Яғни біздің цех бір жылда 4800 тонна карамель өндіреді екен. Ойлан және жауап бер. Әлия, Арман және Серік математикадан бақылау жұмысына қандай баға қойған сұрағанда педагог: өздерін тауып көріңдер. Сендердің сыныптарында екілік жоқ. Ал сендердің үшеуіңнің бағаларың әртүрлі. Бірақ Әлиянікі 3 емес, Армандікі де 3 емес, 5 де емес деді. Әр оқушы қандай баға алды? Демек, Арман бізде Арман 4 алды. Әлия 5 алды. Серік 3 деген баға алған екен. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар. Плейлист бөліміне қарап көріңіз.